Сәлем достар, сіздермен мен Жұлдыз. Бүгін мен сіздерге 7-ші сыныптың тақырыбы болып табылатын дәрежелерді көбейту және бөлу тақырыбы, яғни негіздері бірдей сандардың дәрежелері көбейтілгенде не істейді, негіздері бірдей сандар бөлгенде дәрежелерін не істейміз, сол жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Мысалы, жалпы түрде қарайтын болсақ, А-ның n дәрежесі көбейтілген А-ның m дәрежесі деген сандар берілсін, яғни негіздері бірдей сандар. Не істейді дәрежелері? Дәрежелер бізде А-ның қосылады n, қосылған m болады. Яғни көбейту болса, негіздері бірдей болса, негізін сол күйінде жазамыз, дәрежелерін қосамыз. Мысалы, қарайық, А-ның 3 дәрежесі көбейтілген А-ның 5 дәрежесі. Ашып жазайықшы. А-ның 3 дәрежесі деп тұрамыз, А көбейтілген А, көбейтілген А. Солай ғой? Көбейтілген А-ның 5 дәрежесі деп тұрамыз, А көбейтілген А, көбейтілген А, көбейтілген А, 5 рет көбейтеміз өз-өзін. Солай ғой? Енді қарап отырсақ, қанша А шықты? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни 8А өз-өзіне 8 рет көбейтіліп тұр. Онда бұл бізде А-ның қанша дәрежесін береді? 8 дәрежесін береді. Солай ма? Сонда қараймыз, басын қараймыз, соңын қараймыз, басын қараймыз. Сонда А-ның 3 дәрежесі көбейтілген А-ның 5 дәрежесі А-ның 8 дәрежесін берді. Яғни ол деп тұрғанымыз 3 қосылған 5-ті береді. Солай ғой? Так, енді бөлуді қарастыратын болсақ, А-ның n дәрежесі бөлінген А-ның m дәрежесі тең болады. Не болады? Негіздер сандарды бөлген кезде бөлу болса, дәрежелері азайтылады. Яғни А-ның n минус m дәрежесі болады. Мысалы, А-ның 9 дәрежесін бөлеміз А-ның 7 дәрежесіне. Қанша болады? А-ның 9 азайтылған 7 болады. Тең болады А-ның 2 дәрежесін береді. Немесе қалай істеуге болады? А-ны 9 рет көбейтейік. А-ның 9 дәрежесі деп тұрғанымыз солай ғой? 3-ü 6-ау 9 рет көбейтеміз. Бөлеміз А-ның 7 дәрежесіне. А-ның 7 рет өзіне көбейтеміз. Солай ғой? Сонда қысқарады, қараймыз. А-лар қысқарады. Түсінікті ма? Қараймыз. Қанша? 3-ü 6-ау 7-ü 3-ü 6-ау 9. 7 рет қысқарды. 3-ü 6-ау 7 рет қысқарды. 2А қалды. Көрдіңіздер ме? Тең болады А-ның квадраты шығады. Түсінікті ме? А-лар қысқарды. Сәйкес алар 7А кетті астынан, үстінен де 7А кетті. Түсінікті ма? Яғни 2А қалды, А-ның квадратын берді. Осылай дәлелденеді. Енді есімізге тек сақтау ғана қалады. Яғни дәрежелері бірдей сандарды көбейткен кезде дәрежелері қосылады, ал негіздері бірдей сандарды бөлген кезде дәрежелері азайтылады. Осыған енді әрі қарата есептер шығаратын боламыз. Видеоның соңына дейін көреміз, балалар. Алғашқы есеп ретінде оқулықтарыңыздағы 1-36 есепті алдым. Бізге мына есептер берілген, яғни ықшамдау керек, дәреже түріне келтіріп, ықшамдандар дейді. Не істейміз? 64-ті 2-ның дәрежесі түрінде жазамыз. Бірінші 2-ның 5 дәрежесі жазып қоямыз. 64 деп тұрғанымыз 2-ның қанша дәрежесі? 6 дәрежесі. Солай ғой? Тең болады. Міне қараймыз, негіздерге келтіріп алдық. Мысалы, біз жаза алмаймыз 64-ті, мысалы, мына жерге 8-дің квадраты деп дәрежелерін қосып кету болмайды. Міндетті түрде бірдей негізге келтіреміз. Санды бірдей негізге келтіреміз. 2 болып тұр ма мына жерде? 64-ті де 2 негіздіге келтіреміз. 2-ның 6 дәрежесін келтірдік. Негіздері бірдей, араларында көбейту. Онда не істейміз? Дәрежелер қосылады. 2-ның 5 қосылған 6 дәрежесі 2-ның 11 дәрежесін береді. Түсінікті ма? Келесі үшінші есеп. 3-тің 4 дәрежесі 81-ді 3 негізінде 3 болатын санға келтіреміз. 3-ның қанша дәрежесі? 4 дәрежесі. Солай ма? Негіздері бірдей, араларында көбейту, онда дәрежелері қосылады. 3-тің 8 дәрежесі болады. Әрі қарата 0,125. 0,125-тің 7 дәреже жазып қоямыз. Көбейтілген 0,125 деп тұрғанымыз бөлшекпен қандай сан? 1-дің 4-ке қатынасы. Солай ғой? Яғни 1-дің 4-ке қатынасы. Бізде 1-дің 64-ке қатынасы тұр. 1-дің 4-ке қатынасы, яғни 64 арқылы жазатын болсақ, бұл бізде 4-ның қанша дәрежесі? 64 деп тұрғанымыз. 3 дәрежесі. Солай ғой? 3 дәрежесі. Тең болады. Мына жерге де 3-ті қоятын болсақ, 1-дің 3 дәрежесі 1, еш нәрсе өзгермейді. Сонда қалай болады? 0,125-тің 7 дәрежесі көбейтілген
1-ді 4-ке бөлсек 0,25-тің қанша дәрежесі? 3 дәрежесі. Солай ғой? Тең болады. Негіздері 1-ге келді. Енді көбейтетін болсақ, дәрежелері қосылады. 7 қосылған 3 тең болады 0,125-тің 10 дәрежесі шығады. Міне балалар, осылай. Түсінікті ғой идея есептің. Яғни, мынандай үлкен сандар берілсе, соны қасында көбейтіліп тұрған санның негізіне қарайсыздар. 3 па? 3-ке келтіресіздер. Мына жерде 9 тұр ма? Онда 81-ді 9-ға, 9 негізді санға келтіресіздер. Түсінікті ғой? Сондықтан негіздері бірдей болған кезде ғана дәрежелер қосылады. Түсінікті ғой? Негіздері бірдей болу керек. Көбейткен кезде де бөлген кезде. Келесі 1-38-ші есеп біздерге әріптер арқылы, айнымалылар арқылы берілген. Негіздері бірдей қылып беріліп тұр, тек дәрежелері ғана әртүрлі. Не істейміз? Негіздері бірдей сандар бөлеміз, дәрежелері азайтылады. Солай ғой, 16 азайтылған 7 қанша болады? А-ның 9 дәрежесі болады. Y9 азайтылған 1, Y-тің 8 дәрежесі болады. Q12 дәрежесі азайтылған 8 тең болады. Q-дің қанша дәрежесі? 4 дәрежесі болады. Солай ғой? Бөлген кезде негіздері бірдей болса болды, бөлу болса тек дәрежелерін ғана азайта саламыз болды. Ешқандай қиындық жоқ. Дәрежені өздеріңізге прям сіңіріп алыңыздар. Әдістерін қай жерге назар аударуымыз керек, біз қай кезде дәрежелер қосылады, қай кезде дәрежелер. Келесі 1-40-шы есеп. А-ның 5 дәрежесі көбейтілген А-ның 0 дәрежесі. Мына жерде мен 0 дәреже туралы ақпарат беріп кетемін. Мен жоғарғы өткен жолғы сабақтарда айтқан санның 0 дәрежесі. Мысалы, А-ның n дәрежесі бөлінген А-ның n дәрежесі болсын. Қанша болады? А, n азайтылған n тең болады А-ның 0 дәрежесі болады. Солай ғой? Тең болады ол 1-ге. Солай ғой? Немесе А-ның n дәрежесін бөлінген А-ның n дәрежесін 2-ге қысқартылады, 1 шығады. Солай ғой? Кез келген санның 0 дәрежесі бізге 1-ді беретін болады. Яғни А-ның 5 дәрежесі қосылған 0 А-ның 5 дәрежесін өзін береді. В-ның 6 дәрежесі көбейтілген В-ның 0 дәрежесі ол бізде 1 болады. Солай ма? В-ның 6 дәрежесін 1-ге бөлсеңдер өзі шығады. Осылай. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Келесі 1-46-шы есеп бөліктің мәнін табуымыз керек. Біз қараймыз. 0,4-дің 5 дәрежесі көбейтілген 0,16. Қандай негізге келтіреміз? 0,14-ге келтіреміз. Солай ма? 0,14-дің 5 дәрежесі көбейтілген 0,14-дің қанша дәрежесі? 16 деп тұрғанбыз. 2 дәрежесі. Солай ма? Тең болады 0,14-дің 5 қосылған 2, 0,14-дің 7 дәрежесін береді. Мына жерде ең кіші негізге келтіреміз, 0,15-ге келтіреміз. 0,15, 0,125 деп тұрғанымыз 0,15-тің 3 дәрежесін береді. Көбейтілген 0,125, 0,15-тің 2 дәрежесін береді. Көбейтілген 0,15. Көрдіңіздер ме? Бірден негізге міндетті түрде келтіруіміз керек. Мына жерде тұрып, сразу қоса көбейте салуға да болады. Мына бақ қиындатып кетеді. Ең оңай тәсіл осы. Ал мына жерде сразу мына екеуін жазып, дәрежелер қосу деген ондай нәрсе жоқ. Дәрежелерімен жұмыс жасаңыз келе ме? Онда негіздерін бірдей санға келтіріп алыңыздар. 0,15-тің 3 қосылған 2 қосылған 1 дәрежесі. 0,15-тің қанша дәрежесі? 6 дәрежесін береді. Келесі 3-тің 12 дәрежесі көбейтілген 27 көбейтілген 81. Яғни негіздерін 3-ке келтіреміз. 3-тің 12 дәрежесі жазып қоямыз. Көбейтілген 27 3-тің қанша дәрежесі? 3 дәрежесі көбейтілген 81 3-тің 4 дәрежесін береді. Сонда 3-тің қанша дәрежесі? 12 қосылған 3 қосылған 4. 3-тің 19 дәрежесін береді. Міне осылай жұмыс жасайды. Келесі 1-48-ші есепті алдым. Енді дәрежелері айнымалы болған кезде қалай шығарамыз бұндай есептерді? Не істейміз? Негіздер бірдей. Сол заңдылықты қолданамыз, дәрежелерін қосамыз. 6-ның n+1 дәрежесі қосылған n+2 дәрежесі бөлінген 6-ның 2n дәрежесі тең болады. 6-ның n-ға қосамыз 2n, қосылған 1-ді 2-ге қосамыз 3 болады. 6-ның 2n дәрежесі тең болады. Енді дәрежелері бірдей, бірақ
бөлу аралар. Онда азайтамыз. 6-нын 2n қосылған 3 минус 2n тең болады. 6-нын 2n азайтқан 2n 0 болып кетеді. 6-нын 3 дәрежесі қалады. 5-тің 2n плюс 4 қосылған 2n азайтылған 1 бөлеміз. 5 4n плюс 2 дәрежесі 5 тең болады. 5-тің 2n қосылған 2n 4n плюс 4 азайтылған 1 бізде 3 береді. Так, бөлінген 5-тің 4n плюс 2 дәрежесі. Енді дәрежелерін азайтамыз. 4n қосылған 3 азайтылған 4n азайтылған 2 тең болады. Қаншаға? 5-тің 4n азайтылған 4n бізде 0-ді береді. 3 азайтылған 2 1-ді береді. 5-тің 1 дәрежесі ол бізде 5-ті береді. Мінекей осылай. Достар, осымен осы видео сабағыма арналған уақытымды тамамдаймын. Дәрежелерді түсінді деген ниеттемін. Біраз есептер көрсеттім. Негізі айнымалы болғанда қалай шығарамыз бұл есепті, керісінше дәрежесі айнымалы болғанда қалай шығарамыз да барлығын мен көрсетуге тырыстым. Енді келесі сабақта тағы да осы бір дәрежеге есептер қарастыруға тырысамын. Сондықтан да менің каналымнан алыстамаңыздар, менің каналымды қарап жүріңіздер, колокольчикті басып қойыңыздар, әр жаңа шыққан видеомды соңына дейін қарап бағаларыңызды беріңіздер. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.